Алтыншы қара сөз. Қазақтың бір мақалы, өнер алды, бірлік ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайсы тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрмай іздеп не керек жоқ? Нақылға бірлік, бірлік емес. Беріп отырсаң атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік сатылса, тұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Өлі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Ол болмаса, бір пәле салып қорғалатып, дөр бірін бірі алдаудың іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, хақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп табуға жігер қыла алмайсың.